Алхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. Зилхиджа айының 10 күніне байланысты біз не білеміз? Пайғамбар саллаллаху хадисте айтады: Афдолу айями дуния айямул ашр. Дүниедегі ең абзал күндер айямул ашр, 10 күн дейді. 10 күн дейді. Сол сияқты Алла Тағала Құранда айтады: Вал фаджр ва лаялин ашр, вал фаджр ва лаялин ашр. 10 не дейді? Түн дейді. Енді Ибн Касир өзінің тафсирінде Ибн Аббастың сөзін келтіреді. Хия лаяли ал-ашр ал-аувал мин зил-хиджа. Бұл дейді зил-хиджа айының алғашқы 10 түні дейді. Яғни біз білеміз, бірінші түн, одан кейін не? Күн келеді. Одан кейін күн келеді. Енді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: Ма мин айямин ал-амалу салих фиха ахаббу илаллахи та'ала мин хадихил айям. Салихалы амалдар дейді. Аллах Тағалаға осы 10 күндері ең сүйкімді болған амалдар дейді. Ең сүйкімді болған амалдар дейді. Осы 10 күні барлық салихалы амалдар Аллах Тағалаға сүйкімді дейді. Сүйкімдірек дейді. Сол сияқты Хадж сүресінің 28-ші аятында Аллах Тағала айтады: Вазкуру смуллахи фи айямин ма'лумат. Аллахтың есімін естерін алыңдар дейді, зікір етіңдер дейді. Фи айямин ма'лумат, белгілі күндері. Хадж сүресі 28-ші аят. Енді Бұхари өзінің сахихінде Ибн Аббастан оның сөзін келтіріп отыр. Айямул ашр дейді. Бұл осы 10 күн екен. 10 күн екен. Енді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы хадисін айтқан кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сұрайды жаңағы хадисі. Ма мин айямин ал-амалу салиху фиха ахаббу илаллах мин хадихил айям. Аллах Тағалаға сүйкімді болған дейді. Салихалы амалдар осы 10 күні сүйкімді дейді. Сол кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сұрайды сахабалар: Я Расулуллах, валал джихаду фи сабилилlah. Я Алланың елшісі, егер ол джихад фи сабилилlah болса да ма дейді. Аллахтың жолындағы күрес болса да ма дейді. Қала валал джихаду фи сабилилlah. Ол егер не? Аллахтың жолында болған соғыс болса да дейді. Аллахтың жолында шықса да осы 10 күндегі салихалы амалдар осыдан не дейді? Хайырлы дейді, осыдан жақсы дейді. Содан кейін Пайғамбар жалғастырады. Илля ражулун хараджа би нафсихи ва малихи фалам ярджи мин залика би шей. Илля ражул, тек қана ер адам дейді. Өзінің жанын дейді өлімге қиып дейді. Ва малихи, және дүниесін, дүние малымен шықса дейді. Фалам ярджи мин залика би шей, және оның ешқайсысымен қайтпаса дейді. Тек қана осы жағдайда ғана осы жердегі 10 күндегі амалдар Аллах Тағалаға ең сүйкімді амалдар екен. Енді біз бәріміз білеміз, Рамазан айының соңғы 10 түні бар. Ол соңғы 10 түн ең хайырлы түндер. Неге? Ол жерде қадір түні бар. 80 жылға тең келетін оның құлшылығы. Енді осы Зил-хиджа айының 10 күні Аллах Тағалаға ең сүйкімдірек. Екеуінің айырмашылығы Рамазанның 10 түні ең жақсы түндер, ал ең жақсы күндер Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып тұр, осы дүниенің ең жақсы 10 күні не дейді? Осы Зил-хиджа айы екен. Зил-хиджаның алғашқы 10 күні екен. Енді қандай амалдар жасауға болады? Зил-хиджа айының алғашқы 10 күні әлбетте көп Құран оқумен, садақа берумен, ораза ұстаумен, туыс қарым-қатынас жақсартумен, барлық Аллах Тағала жақсы көретін амалдарды істеумен адам тырысу керек, соған талаптану керек. Неге? Осы ғұмырымыздағы осы мүмкіндікті біз пайдаланып қалуымыз керек. Аллаху тағала алам.